Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді және де өте тез, оңай пісірілетін, балалы кезді еске алатын сүзбелі пісірменің рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге 4% ірімшік, 20% қаймақ, глютенсіз ұн, қант, 2 жұмыртқа. Міне Гарнет фирмасының универсальный ұнын қолдандым. Енді осындай ыдысқа ірімшікті, қаймақты, қантты және де ұнды салып аламыз. Ірімшікті осылай лопатканың көмегімен кішкене жұмсартып аламыз. Енді жұмыртқаның сары уызын ірімшікке қосамыз да, ақ уызын бөлек ыдысқа құйып аламыз. Енді ірімшікті массамызды жақсылап тұрып, барлығын біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Міне осылай. Ақ уызға шым-шым тұз қосып, енді миксердің көмегімен әппақ болғанға дейін ұрып аламыз. Міне осындай әппақ болу керек. Енді әппақ болған осы ақ уыз массамызды ірімшікке 3-4 рет бөле отыра араластырып қосамыз. Араластырған кезде астынан үстіне қарай лопатканың көмегімен араластырамыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді формамызды аламыз. Менде осындай форма. Осының ішіне пергамент қағазын жайып, жаңағы массамызды барлығын саламыз. Бетін жақсылап тұрып тегістейміз де, міндетті түрде столдың үстінен 1-2 рет жақсылап ұрып алыңыздар. Сол кезде сіздердің массаларыңыз осылай тегістеледі. Енді осы ірімшікті массамызды 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің сүзбелі пісірмеміз дайын болды. Үсті осындай қызарады және де кішкене осылай көтеріліп піседі. Енді сүзбелі пісірмемізді осылай тарелкаға салып аламыз. Мен осылай тарелкаға салып, жан жағындағы пергамент қағазын осы ірімшіктен ажыратып алдым. Міндетті түрде осы сүзбелі пісірмемізді жақсылап тұрып суытамыз. Суытып болғаннан кейін ғана кесеміз. Осы сүзбелі пісірмені пайдалы етіп те жасауға болады. Қанттың орнына бал немесе қант алмастырушыны қосуға болады. Және де дәміне қарай мейіз не болмаса басқа да жеміс-жидектерді қоссаңыздар болады. Міндетті түрде менің рецептіме жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына мен сенімдімін. Келесі кездескенше күн жарық. Менімен болғандарыңызға рахмет.